Ассалаумағалейкум, Шежіре медиа каналының көрермендері. Бүгін біздің тақырыбымыз қоғамдағы жүріп жатқан өзекті тақырыптардың бірі. Бұл енді қазақ даласындағы әулиеліктер туралы. Біздің жергілікті әулиелеріміз туралы. Неге мысалға біздің намаз оқитындарымыз бар, оқымайтындарымыз бар. Көп халықтың, көп қауымның араларында әулие туралы, пір туралы, аруақ туралы қарсы пікірлер бар. Бүгін бізде сол туралы арнайы ақпар беретін, арнайы өзінің білгендерінен ой толғататын қонағымыз Мұратбек қажы, Асан мешітінің имамы. Қош келдіңіз аға. Рахмет, қош көрдік. Енді қазір айтады ғой, біздің Ханафи мазхабында мынадай сенім, бәрінде де бар да. Дүние жүзі, жер жүзі жаралғалы бері әулиелердің барлығын басын қоссаң да бір пайғамбардың дәрежесіне тұрмайды дейді. Ал біздерде қазір кері айналып кеткен секілдіміз да, кейбір адамдарымыз ол әулие болмаса да өзінің дүниеден өтіп кеткен арғы бабасын ол түгілі пайғамбардан артық қойып жатады ғой. Біз неден адастық? Ол нәрсеге қайдан жеттік? Сосын намаз оқитындардың арасында пір сөзіне, мынау менің пірім дегенде, мынау менің құдайым деп түсініп алғанбыз. Анау аруақты кісі дегенде аруақты кәдімгі елес деп түсініп алғанбыз. Ол енді білімсіздіктен ғой. Дегенмен де осы туралы ашып өтсеңіз, әулие деген не сөз? Пір деген, аруақ деген не сөз? Енді әулие деген сөздің түбі уәли ғой. Уәли деген досы деген сөз. Енді әулие деген шариғат терминімен Алланың досы деген мағына. Енді барлық адамзат тарихындағы бүкіл әулиені қосып салыстырғанда жәмиғи пайғамбарлардың, кез келген пайғамбардың біреуімен салыстырса, соның біліміне жетпейді дейді барлығы. Ол енді біздің қазақ халқы ежелден тасауф, осы сопылық бағытты ұстанғандықтан, ол ертеректе бұл ешқандай жат болған жоқ, ондай түсінік. Барлығы да әулие деп, әулиені қастерледі, құрметтеді. Енді өзінің атасын барлық пайғамбарлардан артық көру деген, ол енді әбестік, дұрыс емес нәрсе ғой. Дегенмен пайғамбарлар енді ол Алланың хабаршылары, нәбилер, расулдер, Алланың елшілері. Олардың дәрежелері өте жоғары болып табылады. Енді біздің жерімізде сол, немесе тек біздің жерімізде болмас, жалпы әулиелікке адам өзінің еңбегімен жетеді. Көп қиындық көріп, көп құлшылық қылып, еңбегімен әулиелікке жетеді. Пайғамбарлықты Алла Тағала тек бере салады. Ол бере салған нәрседен өзінің еңбегімен жеткен нәрсе жоғары болу керек деп бір түсініктерді таратып жібергенге ұқсайды. Сондай түсініктер, қате пікірлер, қате пайымдаулар болған, сондай көзқарастар тарап кеткен халқымыздың арасында. Бірақ дұрыс шариғатта ол, жаңа өзіңіз айтқандай, бүкіл адамзат тарихында бұрында өтіп кеткен әулиелерді, қазіргі әулие болсын, соның барлығын қосқанда олардың деңгейі бір пайғамбарға жете алмайтын болады бәрібірде. Сондықтан да біздің сенімімізде сондай да Құранда аят бар ғой. Расында Алла Тағаланың сондай бір құлдары, әулиелері бар, достары бар. Уәлә қауфун алейхим дейді. Яғни оларда қауіп жоқ. Уәләхум яхсанун. Және де олар қайғырмайды, және уайымдамайды дейді. Сол аяттың өзі жеткілікті біздің нәрсені түсінуімізге. Мысалы, 40-тың бірі Қыдыр, 1000-ның бірі әулие дейді ғой. 40-тың бірі Қыдыр дегенде неге қазіргі уақытта ол кезде бабаларымыз солай деп айтса, қазір неге 40-тың бірі Қыдыр, 1000-ның бірі әулие бола алмайды? Қазір енді біздің дәстүрімізде де осы жақсылыққа тап болса да, қиыншылыққа тап болса да, көп адам шақырып, дастархан жайып, молда шақырып, Құран оқытып атады. Осы төбіне қарасақ, 40-тың бірі Қыдыр, 1000-ның бірі уәли деген осы түсінікке тірі дәлелді, көріністер солардың. Жалғыз өзіміз отырып алып, осы үйшіміздегі адам дұға қылғаннан гөрі 40 адамға толтырып адам жинап дұға қылайық, 1000 адамға толтырып дұға қылайық деген сияқты. Сондай көпшіліктің дұғасынан
тек біреуінің дұғасы қабыл болса, барлығының дұғасы қабыл болады. Бұл ислам дінінің бір ерекшелігі, бір ұстанымы. Біз бір-бірімізді жақсы көруімізде, бұл дүниеде де, о дүниеде де бір-бірімізге көмегіміз тиетін, шапағатымыз тиетін сондай түсінігіміз бар. Өйткені қияметте жәннатқа барғандар бізбен бірге бір сапта тұрып намаз оқитын достарымыз болушы еді. Олар жәннатта көрінбейді. Қайда кетіп қалды екен? Жәннатта жоқ қой олар. Тозаққа кетіп қалды ма екен? Я Алла Тағала оның күнәларын кешір, оны да жәннатқа кіргізе көр деп барлығы жаңағы шапағат болады деген бар ғой. Сол сияқты енді көпшілік жалпы жамағат көп адамның жиналып дұға қылуы дегендер ол осы ішімізде біз білмейтін әулиелер де болуы мүмкін. Пайғамбарлықты жаңағы өзі халыққа тарату керек қой, мен пайғамбармын деп. Ал әулиелікті жасырады. Өмір бойы жасырып өтуге тиісті ол кісілер, әулиелер. Сондықтан біздің ішімізде әулие жүрсе де біз білмеуіміз мүмкін. Көбірек адамдар жиналса, бір адам қайтыс болды десе, адам көп жиналды ма деп. Ана көбінесе ауырып жатқан адамдар сұрайды. Төсек тартып ауырып жатып, ана бара алмай қалған адамдар жаназаға. Пәленшенің жаназасы болып десе, көп адам жиналды ма дейді. Осы түсінік қазір әлі де қалған. Біреулер атақ абырой үшін көреді соны. Көп машина жиналыпты, машинаның шеті қабірдің басына барғанда шеті әлі ауылдан шықпай жатыпты деп мақтанатынның барлығы сол анау баяғыда беті ғана сәл жабылып, мына тұмарлардың ішіне несін тас салып сыйынып жүрген қалмақтардың несіне де араласты ма. Әлсізде біреу о дүниеге өтсе, оны жерлегенде үстіне тастар, жаңағы үш бұрышты тұмардың ішінде тасын тастап, әрқайсысы бір тастан тастағанда бет сәл жабылады. Атақты адам болса, бір оба төмпешік болады. Үлкен төмпе болыпты ғой, бір оба болыпты ғой пәленше деп қалмақтардың айтатын әдет қалыптары да сол біздегі араласқан ба. Жалпы негізі жаназасына көп адам тұру, кісі қайтыс болғанда жаңағы көп адам дұға қылса, соның ішінде көп адамның дұғасы қабыл болуы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, кімде-кімнің жаназасына 40 адамнан көп тұратын болса, ол адам жәннаттық. Кімде-кімнің жаназасына 6 саптан көп адам тұратын болса, ол адам жәннаттық деген хадистер бар. Неге осы хадистерде сол 40-тың бір қыдыр, 1000-ның бір уәли деген қазақтың айтып жүрген сөздерінің жайдан жай айтыла қоймағанының белгісі. Яғни дұрыс түсінікті. 40 адам бір жамағат дейді ғой. Содан 40 болып жиналса қабыл болады деген дейді. Сондықтан екен ғой. Енді жалпы әулиелер бір-бірін өз-өзін біле ме екен, әулие екенін? Білетіндер бар ма екен? Әулие екен білмеуі де мүмкін. Және басқа адамдар да, халық та оның әулие екенін білмей өмірде өтіп кетуі мүмкін. Солай. Пайғамбарлар өзінің пайғамбар екенін халыққа айтып, жеткізіп, насихаттап, Алла Тағаланың бұйырғандарын халыққа жеткізуге, өзінің үмметіне жеткізуге міндетті. Өзінің пайғамбар екенін айтуға міндетті. Әулиелер өзінің әулиелігін жасырып өтуге міндетті. Айырмашылық сонда. Пайғамбарларға мұғжиза беріледі, әулиелерге карамат деген беріледі. Қазақта керемет деген сөз бар. Жақсының бәрін айтыла беріп, солай қалыптасып кеткен ғой. Өзге тілден енген сөздер бір жерде бір қолданылса, сол бағытпен кете береді ғой. Сонда пайғамбар мен әулиенің айырмашылығы сол да? Карамат, мұғжиза. Пайғамбар мен әулиенің айырмашылықтары, басқа да айырмашылықтары бар. Енді пайғамбарларға Алладан уахи келеді ғой. Алладан уахи келеді, Жабраил періште келеді. Әулиелерге ондай уахи келмейді. Әулиелерге жаңағы не болады? Алла Тағаладан енді сондай түсініктер беріледі, ерекшеліктер, артықшылықтар беріледі. Дәл пайғамбарлар сияқты. Ол Жабраил періште келіп, әрқайсысына уахи тасып жатқан жоқ, кітап беріп жатқан жоқ оларға. Алла Тағала.
Енді Мұратбек аға, мына сұраққа жауап беріңізші, мысалға да сопы дейді ғой, сопылық. Жалпы біздің бабаларымыздан да сопылық тұтанған. Сопылық сап дейді ғой, сап таза. Бірақ қазіргі уақытта жаңағы пір, сопы, аруақ деген сөздер бір өзекті бір сөздіктерге айналды, тақырыпқа айналды. Сол сопылық туралы, пір туралы, аруақ туралы ой қозғап жүріңізші. Енді ислам дінінің мықтылығы да осы сопылыққа байланысты. Сүттің бетіне шыққан қаймақ деген сияқты ғой. Жалпы мұсылман халықтарының арасындағы сопылар сүттің бетіне шыққан қаймағы сияқты. Енді исламның жаулары, кәпірлер бұны жойса, бұған қарама қайшы пікір қалыптастырса, сөйтіп қарама қайшы пікірдің арқасында сол түсініктегі адамдарды сол қағида етіп соны ұстап алып, сөйтіп теріс бағытқа түскен адамдардың көбеюінің әсерінен мұсылмандардың аясы тарылды. Бұлай етуге болмайды, солай етуге болмайды, бүйтуге болмайды, сөйтуге болмайды деп көріп, өте ақшамдап тар бір коридор жасады. Осының кесірінен қазір ілім, білім, ғылымнан да қалып қойған болуымыз мүмкін. Барлығын да аясын тарылып тастады. Енді сопылық туралы көзқарасы сол теріс ағымдар қалыптастырған. Қазір намаз оқимын, ханафи мазхабын ұстаймын, матуриди ақидасын ұстаймын деген мешіттегі жамағаттың ішінен көпшілігі сопылық деген қате жол екен ғой деп сопылықтан қорқып, немесе қазіргі уақытта сопымыз деп жүрген адамдардың айтқан сөздерін тыңдап, жаңағы төбе шаштары тік тұрып, қазіргі сопымыз деп жүрген, біздің Қазақстандағы сопымыз деп жүрген адамдардың көзқарасын, ұстанымдарынан шошынғандықтан жалпы сопылыққа деген теріс көзқарас қалыптасқан. Сіздердің ешқайсыңызды да Әзірейіл періште келіп, жандарыңыз ала алмайды, менің рұқсатымсыз. Өйткені сіздердің пірлеріңіз менмін, сіздер бәріңіз маған қол бергенсіздер. Сондықтан менің рұқсатымсыз Әзірейіл періште ешқайсыңыздың жаныңызды ала алмайды деп айтып жүрген сопылар бар. Қазір сопымыз деп жүрген кісілер. Мен сондай ағымдарды көргеннен кейін, естігеннен кейін, одан өзінің білімі таяз болады, өзі көзқарас ол жөнінен мәселеде қалыптастырып үлгермеген намазхандарымызда астағфиралла, ойбай, болмайды ғой, жек көріп соны шынайы. Тәуәссүлді мысалы жек көріп, истиғасы деген мәселелерді жек көріп айтып жатады. Енді ол мәселелер қарапайым халықтың бәріне айтуға болмайды деп тыйып тастап, оны ғалымдардың арасындағы айтылатын сөздер деген жерде бұрынғы қазаққа жалпы мына сопылық өте кең тарап кеткендіктен, олар көпшілігі сондай сөздер айтылып, құлаққа сіңіп, жаңағы дұғалардың ішінде бәріне қосылып, халықтың ауызекі әңгімесінің арасында жаңағы айтыла береді. Қатты ауыр жолдан, жаңбыр жауып тұрғанда жолда жүріп келген, сапар шегіп келгенде, ой Алла, зікірмен әрең жеттік деп, тек зікірмен келдік деп айтып отырады коммунистер. Алла бар ма десең жоқ дейді. Бірақ зікірмен жеттік деп отырады. Ол ана баяғыда атасынан, әкесінен естіген сөздерді сөйтіп қолданып, сөйтіп қалған. Сондай сопылықтың, жаңағы тасауфтың терең мағынада айтылатын сөздері ауызекі әңгіменің арасында жүрді. Негізі сопы, сәләф дейтін нәрсе жалпы дінімізде өте мықты ұстанатын адамдар ғой. Бізде просто түсініктер, көзқарас басқаша түсінік қалыптасып қалыпты. Негізі адамдар сондай бір нәрсе көзқарас қалыптастырып тастады. Адасқан топ. Енді мынадай хадис бар да, Алла, құдси хадис қой, Алла айтады екен де, Алла тағала, кім менің досыма, яғни уәлиіме кім жауласса, мен оған соғыс жариялаймын. Енді ол Алланың... Сондықтан да мұсылманға зиян тегізіп керек емес ау деймін, себебі әулие екенін белгісіз ғой оның. Әулие емес екенін ол өзі білмейтін болса, айналасындағы адамдар білмейтін болса, неге десең, мен оның көрсе көзі болам, естісе құлағы болам, ұстаса қолы, жүрсе аяғы болам. Сондықтан да біздің жергілікті әулиелерден бір ой қозғаңызшы, қандай әулиелер болған,
қандай караматтары болған, жаңа сіз айтып отырғандай. Қандай яғни ол кісілерге зұлымдық жасап, олар өздері қандай зұлымдыққа тап болған, сол туралы. Жергілікті қандай әулиелер бар бізде? Сіз білетін. Жалпы қазақтың арасындағы үлкен әулиелер туралы айтылғанда көптеп әңгімелер айтылады ғой енді. Оның Мәшһүр Жүсіп бабамыз мен өлгенде менің етім шір емес деп айтыпты. Үстіндегі кебінімді 5 жыл сайын ауыстырып отырасыңдар деп айтыпты. Деген сияқты әңгіме көп тарады. Мәшһүр айтыпты деген әңгімелер өте көп. Жақын арада мына заман бұзылады, андай Алланың аты ауызға алынбайтын халге кетеді деп деген сияқты сөздер барлығы шындыққа ұласты деп айтып жатады. Жалпы енді діннен көп хабары жоқ адам өзінің атасын ұлықтайын дегенде, ұлықтағысы келгенде көрікпел жасағысы келеді деп тұрады. Өйткені 90-шы жылдарда сондай халықты алдап, арбап жүретін бақсы, балгер, көрікпелдер өте көп болды. Солардың қалыптастырып кеткен көзқарасы да болады. Бірақ енді осылардың ішінде шын әулиелер де бар бәрінде. Енді бірақ оның ішінде мысалы қаңқу, кейбір ақылға сыймайтын, біздің енді ақылымызға әдетте жоқ нәрсе, шариғатта ондай болуы мүмкін емес нәрселер кейде әңгіме естіп жатамыз ғой. Мысалға мен анада әңгімені естіп жағам ұстадым да, жалпы бізде имам Шафии айтады ғой, имам Шафииден сұрайды ғой, Алла оған рахмет етсін. Қалай? Судың бетінде жүгіріп бара жатқан адам әулие ме дейді ғой. Сонда айтады екен. Ол түгілі көкте ұшып бара жатса да бірден таңғалма дейді оған. Сенім білдірме дейді. Себебі оның ісіне қара дейді. Құраннан, хадистен амал қылама, сонда барып ол әулиелік болады. Ал он нәрседен әулие болма, іс-әрекеті көрінбесе, демек ол шайтанның, небір жындардың жаңағы жасатуынан, ықпалдарынан болады дейді. Жалпы біздің сенімде де солай. Енді мысалға Мәшһүр Жүсіптің, Алла оған рахмет етсін, мына жазбасы деп бір оқып қалдым да бір жерден. Мен 63-тен астым, пайғамбардың жасынан асып кеттім. Пайғамбар 40 жасынан бастап намаз оқыған болса, мен 3 жасымнан бастап дейме, осындай жыл, 26 жыл немесе 13 жыл озып кеттім. Маған енді намаз рұқсат, оқымасам да, себебі мен пайғамбардан жоғары тұрмын деген сияқты. Сондай бір нәрседе, түсінікте қалдырған, ой қалдырған дейді. Мен оның Мәшһүр Жүсіптің өзінің жазбасы екеніне сенбеймін. Жақсы, бірді. Ал екінші Рабиға дейтін әулие болған дейді. Мысалы ғұлама, білесіз ғой. Сол Рабиға әулие Қағбаға бара жатқан, Меккеге бара жатқанда әр 5 қадам сайын дәрет алып барған екен. Ал ар жағынан әр 10 қадам сайын Ибрахим Атхан дейтін әулие келе жатқан екен. Ол бірінші келіп, келсе Қағба жоқ дейді. Көтеріліп кеткен. Ибрахим Атхан айтады ғой, я Алла, мен келсем Қағба жоқ. Мен 10 қадам сайын дәрет алып келе жатырдым. Сондай бір құлшыныс махаббатпен. Ал неге Қағба жоқ дегенде сонда Жәбірейіл алейхиссалам айтады дейді. Сен күте тұр. Ана жақта Рабиға дейтін құлымыз келе жатыр, құлы келе жатыр. 5 қадам сайын, сен 10 қадам болса, ол 5 қадам сайын дәрет алып келе жатыр. Мен мысалға ол нәрсе бізде шариғатта ол нәрсе мүлдем кездескен емес. Ол мүмкін емес. Неге десең, 5 қадам сайын, 10 қадам сайын дәрет алу бір жағынан артық дәрет, ысырап деген сияқты ғой. Сондай нәрселерге қандай сіз айыра аласыз ба жалпы? Мынау өтірік, мынау рас деген сияқты. Неден айыра алады оны қарапайым халық? Шариғат, тарихат, мағрифат, ақиқат деп деңгейлерге бөлетін тасауфтың өзінің бір деңгейлері бар ғой енді. Жалпы енді шариғатқа қайшы келмейді ғой қайсысы. Олар шариғатты бәрін әбден дұрыс меңгеріп алғаннан кейін барып, жаңағы одан кейінгі дәрежесіне тарихатқа, одан кейін мағрифатқа, одан кейін хақиқатқа өтуге тиісті ғой. Шариғатта енді дәретің бола тұра, қайтадан дәрет алу судың ысырапшылдығына көріп соқтырады. Енді әрбір намазға дәретің бола тұра, әр намазға арнап дәрет алам деген кезде ғана ол дәретің болып тұрып алсаң, мұстақап дәрет болып есептеледі. Сол сияқты енді
соған шариғатқа қарама-қайшы әңгімелер ол енді жаңсақ өтірік екені әңгімелер. анық қой да. Иә, жаңсақ әңгімелер болып табылады ғой. Мен мысалы әлі күнге шейін сенбеймін Мәшһүр Жүсіптің сондай бір жазбасы бар екеніне. Содан енді Әл-Харам мешітінде Кағбаға жеткенше оған кім оған дәрет алуға рұқсат еткізеді? Ол бес қадам аттаған сайын оның суын қайда төгеді? Ол кезде әйел адам болатын болса, әлде далада жатқанда Әл-Харамға кірместен бұрынғы әңгіме ме? Оны көрмегесін жерде, жете түсінбегесін жерде ешнәрсе айту да оңай емес. Ал енді біздің хан сұлтандарымыздан, біздің батырларымыздан ел білмейді ғой, бірақ кейбір адамдардың жазуымен қалдырған сондай бір біз білмейтін әулиелер бар ма? Енді Мәшһүр Жүсіп бабамыздың жазбаларында батырлар айтатын болған ғой, ана батыр ұйықтап жатқанда төсін ашып қарашы деп, не бар екен деп. Шауып барып ашып қарағанда жолбарыс тұр екен, арылдап қасқыр тұр екен деп, сондай аруақты батырлар екен деп айтып жатады. Оны қараған кісінің көзі көрмей қалыпты деген сияқты әңгімелер көп тараған енді. Жазылып та жетті, айтылып та жетті осындай әңгімелер. Ұшады, бір жердің молдасына бұрынғы әулие молдалар ұшатын еді, сіз ұшу білесіз бе десе, ұшуын білемін, қонуын білмеймін, сіздер молдасы қаласындар деп айтты дейді. Сол сияқты ағысқа қарсы жүзейді, бұлақты кері ағызады деген сияқты сиқырларды меңгеріп алған да кісілер болуы мүмкін. Жындарды пайдаланып. Көз бояушылар. Сол біздің мұсылмандардың ірі ғалымдарының айтқаны секілді, фақих болмаса, ол білім ізденген, ілім ізденген болмаса, оның әулие болуы мүмкін емес болып тұр ғой. Әулиелік енді Алланың бұйырғандарын бәрін түгелден орындап, тыйғандарынан бәрін түгел тыйылып, онан кейін барып оған қосымша амалдарды, нәпіл амалдарды барлығын ерекше атқарумен Аллаға деген оны қиындықпен емес, жан тәнімен, махаббатпен атқаруының арқасында Аллаға дос болған адамдардың Алладан алған сыйы ғой. Енді жаңағы пайғамбарға мұғжиза берілген болса, физиканың заңына қарсы ғой. Енді батып кеткен күнді қайтадан шығарады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Айды екіге бөледі. Ол енді мұғжиза да. Осылар мұғжиза болса, карамат дегенде әулиелерге берілетін ерекше істер ғой. Адам баласы бұл ақылына сыймайтын нәрсе ғой. Адам баласының ақылына сыймайтын нәрсе ғой. Ақылдан тыс. Иә. Өмірдегі жаратылыстың біз өзіміздің ауқымды айналамыздағы нәрсені білеміз, оның ар жағындағы нәрсені білмейміз дейсіз ғой. Рухани әлем бар енді. Рухани әлем бар ғой. Рухани әлем бар екені анық. Сіз өзіңіз Бөкей Ордадансыз ғой. Сол өзіміздің хандарымыздан Бөкей хан, Жәңгір хан, былай естуіңіз бар ма сондай бір әулиелік? Негізі сондай бір әңгіме естіп едім. Енді Жәңгір ханның өзі 1845 жылы 11 тамызда о дүниелік болып, сосын өзінің жазғы жайлауына жерленеді ғой. Савенкі дейді, қазір Волгоград облысының Паласк ауданының жерінде, Савенкі деген жерде. Батыс Қазақстан облысының Жәнібек ауданының Борсы деген ауылының ар жағында. Иә, соның Ресеймен шекаралас жерлерінде. Сол шамада болған, сол жерде қайтыс болып, сол жерге жерленіп, соңынан 4 жыл 2 айдай астам уақыттан 1849 жылы 27 қазан күні қазып алғанда еті де шірімеген дейді ғой. Сонда бастап барған Меңдігерей Бөкейханов деген жаңағы бір әке, екі анадан туған Жәңгір ханның інісі, Бөкей ханның Жұма деген шеркеш әйелінен туған Жәңгір Бөкейдің Атан деген бәйбішеден туған болса, Қарабай сұлтанның жаңағы ұрпағы ғой, немересі Атан деген бәйбіше. Бұл жаңағы кімнің Жұма деген шеркеш әйелінен туған ұлы Меңдігерей деген. Меңдігерей Дәулеткерей екеуінің анасы бір. Бөкей о дүниелік болғаннан кейін әйелі, шеркеш әйел жаңағы Жұмаға інісі Шығай үйленіп, содан Дәулеткерей туған да. Кімнің Шығайдың жаңағы Тоғым, ана балалары Хан Сұлтан ма, Хан Керей ме, балалары кімдер, Көшек Қали правительдер барлығы Жібек деген әйелінен туған болса, Жібек ханынан. Асан қызы Жібек,
жаңағы Қарабай немересі ол. 1792 жылы туған. Мынау Атанбай бишеден туған Жәңгір хан. Сол Меңдігерей бастап барады. Әділ Сұлтан болады, Жәңгірдің ағасы. Солар жылаған ғой барлығы. Олар неге жылайды? Өздерінің 4 жыл 2 ай бұрынғы қайтыс болған бауырлары сүйегін ашқанда сүйегі емес еті әлі шірімеген. Мәшһүр Жүсіпте де айтады ғой, жаңағы мейіз сияқты кішкене жиырылған екен еттері. Бірақ бұзылмағанда жаңағы ет деген 40 күнде жоқ болып ыдырап шашы қалады деп айтады ғой басқа уақытта. Сондай әйел адамдар бала босанып жатқан кезде қайтыс болып кетсе де шахид болып, олардың шахидтердің де еттері бұзылмайды екен. Жаңағы дәрігерлерге наразы болып арыз жазылғандықтан қайтадан қабірді ашып қарағанда еттері бұзылмаған екен деп өзіміз жұмыс жасаған ауданда естідім мен де сонда. Бала тауып жатқан кезде. Иә, Мәшһүр Жүсіптің 31-ші жылы дүниеден озарда айтып кетті дейді ғой, жаңағы. Ертең мен кеткеннен кейін бақа-шаян іздеп кетесіңдер бәріңді. Қалай 31-ші жыл дүниеден озды, 31-ші жылы жаңағы. Қалай Голошекиннің кезі ғой. Сол кезде аштық болды, шынымен де. Аспаннан құс жоқ, жерден жәндік аралап кетті, бақа-шаян аралап кетті деп сөйлейді. Сосын жаңағы қалай 40 жыл ма? 40 жыл сүйегім, денем шірімейді дегенде 52-ші жылы ма зерттеушілер айтады Мәшһүр Жүсіпті. Қабірін ашып шаммен түсті деп. Майшаммен түсті. Шаммен түскенде Мәшһүр Жүсіпті тірі екен деп ойлап қалдық дейді. Неге десең, ұйықтап жатқан адам сияқты дейді. Денесі бәрі кәдімгі. Енді өмірде тұрмыстық тіршілікте де әулиелерді пайдаланған. Кіші бес қасқа деген ру бар, Беріш руының Құлкеш тайпасына келіп қосылған дейді. Құлкеш Берішке келіп, Жүсіп деген Сарыүйшін, ұлы жүз Сарыүйшіннен келіп өкілі дейді, қосылған. Одан Айтбай, Қараша, Байсейіт, Кешубай, Байқошқар деген 5 баласының 5 ұрпағының тараған ұрпақтар 5 тайпа болыпты. 5 қасқа Беріш деп айтылады. Осылардың ішінде Айтбайдан Құрманбай деген бала болған, Құрманбайдан Базарбай деген бала болған, Базарбайдың Жүрдібек деген баласы мешіт ашқан. Бекетай қауымы 24-ші ауыл Жаңаланың жерінде. Содан ол жерде баласы Жуан деген молданың аты өте кең тараған Жаңақала жерінде. 1834 жылы туып, 1923 жылы 89 жасында дүниеге озған кісі. 1884 жылы 50 жасында указной молда болып, Жәңгір хан бұйрық шығарған. 1901 жылы ахун атағын алған. Әкесіне сол 1845 жылы маусым айына шейін Жәңгір хан указ шығармай жүрді. Жаңағы Тастөбе шайқасына қатысқан үшін Базарбай ұлы Жүрдібек деген Тастөбе шайқасына қатысып Жәңгір ханға қарсы соғысқан екен. Сол кісі әкесінен қалған жындарды ұстаған деп айтылады. Жылқы баққызған, шөпшақ бұзған деп, қыста қара шейіт деп елдің бәрі айтады ғой енді. Осы кісі аты қатты шығып кеткен сонша Бақтыгерей Құлманов деген жаңағы Қазақтан шыққан тұңғыш ғалым болып есептеледі. Қамыстама қисымының бүкілдіктегі правитель болып тұрған кезде жинаған бүкіл салықтың ақшасы жоғалып кеткен екен. Жаңағы сейфке салып қойған, ақшаның бәрі жоқ, ұры түскен. Қалай табарын білмей қатты қиналып, не істерін білмей данышпандарымен ақылдасқан кезде сосы Бекетай қауымында Жұбан деген молда бар. Сол Жұбан молдадан сұрайық. Жұбан молда бір көмегі тиер бәлкім деп. Жұбан молдаға барып жүгінді. Жұбан молда келіп, маған 2 бөлмелі үй керек. Және бір жүрегі лайланбаған бала керек. Қорқытпайтын, батыл, және жүрегі таза бір бала керек деп. Сосын бір шелек су керек деген ғой. Содан медресеге алып келіпті. Медресеге алып келіп, барлық балаларды алдынан өткізіп жатқанда Фахриддин деген бір фамилия бар, Фахриддиновтерді айтады. Жаңақалада. Жаңақаладың медресесінде
көз алдынан өтіп жатқанда балалардың ішінен сол Фахриддинов дегендердің бір баласын ұстап алып, осы баланы таңдадым деген ғой. Жаңа екі бөлменің бір бөлмесіне бір шелек суды қойып, судың қасына баланы отырғызып, мына жерде не көресің бәрін мұқият жаттап ал деп, жаңағы Құран жаттап жатқан баланы қояды да, өзі екінші бөлмеде барып дұға оқиды ғой. Сол дұға оқып жатқан кезінде ана бала бақырып жылапты. Қайтып келіп, ойбай, қорықпа, саған ешқандай зиян тимейді деп түсіндіріп айтып, қайтадан жігерлендіріп баланы отырғызып қойып, өзі екінші бөлмеде барып қайтадан дұға оқыған кезде бала мына шелектегі судан көп бейнелерді көрдім деген ғой. Теледидар сияқты етіп кәдімгі көрсеткен екен. Сосын Бақтыгерей Құлмановты, правительді, басқа да басшыларды шақырып алып келіп, барлығының көзінше жаңа баладан баяндатқан не көрген. Сол шашы бұйра бір ағай келіп, сейфті бұзып ашты да, қапқа бүкіл ақшаны салып, осы ғимараттың екінші қабатына көтерілетін баспалдақтың бір тақтайын алып, соның астына салып, кері шегелеп қойды деп. Қай жер дейді, мына жер дейді, келіп ашады, бір қап ақша жатыр. Сосын жұмыс қызметшілердің бәрін дізіп қойып, мыналардың ішінде жаңа кісі бар ма десе, делбеш екен, жаңа ат айдайтын, атпен, ат арбамен Бақтыгерей Құлмановты, правительді анда-мында апарып таситын, қазірше шопыры. Сол кісі көрсетеді ғой. Бақырып жылап қоя беріпті дейді ғой, кешірім сұрап. Сол кешірім беріпті оғанда, үлкен ескертумен. Содан Жуан молданың сол кереметімен, әулиелігімен мемлекетке жиналған бүкіл салықтың ақшасы табылған екен да. Әулиелердің осындай да көмектері болған. Имам Матуридиді бір шәкіртінің көңілсіз болып жүргенін байқайды ғой. Неге тым көңілсізсің дегенде, менің үйімді тартып алды дейді. Әкім үйімді тартып алды деп, Самарқандта шағым айтқан екен. Имам Матуриди әкімге кісі жібереді, тоқтатсын деп. Мына кісінің үйін қайтарып берсін деп. Ана құлақ аспайды. Ол кім? Қайдағы молда деген болар енді. Басында қатырмасын деп жүре берген екен. Қатты ауруға ұшырап, жазылмайтын ауруға ұшырап, о дүниелік болуға жақындаған ғой, қатты қиналған ғой. Сол кезде ана әулиенің айтқан тыңдамап едім, содан болды ау деп, ол кісіден кешірім сұрап, Имам Матуриди, мен саған қатты дұға, жаман дұға оқыған жоқпын деп айтқан екен да. Тек құлақ аспағаны үшін өзімен өзі ауырып қалған. Содан тәуір болып кетті, кешірім сұрағаннан кейін. Ана кісіге де үйін қайтарып берген. Иә. Осындай әулиеліктер болып жатқан ғой. Себағат деген, Құранның сөзі ғой, Себағат әулие деген болған ма? Атырау облысының осы Құрманғазы ауданы, Исатай аудандарының шекараларының шамасында басына бардым. Мен 1976 жылғы екен. 1969 жылы ма қайтыс болған кісі екен. Жаназа шығаруға шақырса, кеңес үкіметінің кезі ғой, машинамен келіп тұрса, көлікпен. Бара беріңіздер, өзім барам дейді. Көлік ана үйге барса, сол үйде отырады дейді. Сол үнемі ұшат деп айтады ол кісіні. Қарындасы қасында мен де бірге ұшайыншы деп, қарындасы екеуі ұшқан кезде, қарындасы шыдай алмай қызығып көзін ашып қалыпты дейді. Сонда бір итке мініп ұшып жүреді екен. Жаңа иті содан кейін ұшпайтын болып қалған деп. Қарындасы көзін ашып қалғаннан кейін. Осындай әңгімелер бар. Біздегі мысалға өзіміздің Оралға, батыстықтарға танымал мәшһүр аты, Дәдем ата дейміз, Жұмағазы Хазірет бабамыз. Енді сол Себағат әулиені жаңағы қайтыс болардың алдында мені күзетіңдерші, мені тастап кетпеңдерші деп көп айтқан екен. Кімді? Себағат әулие деп жаңа айтып отқан. Қоңырбөрік Алаш аруы. Алаш аруының Қоңырбөрік тайпасы. Мені тастап кетпеңдерші деп көп жалынған екен. Соны барлығы күзетіп отырып, бірақ та қой келген кезде қойымызды қораға қамап алайық. Жалпы халықтың қойы келген кезде бөліп алады қораларына. Сол қойды бөлуге барлығы кетіп қалғанда жоқ болып кетіпті де, бірнеше уақыттан кейін қайтадан
орнында жатыр екен деген әңгіме тарады. Мақтап тарады сол әңгіме. Енді Дәдем ата деп Жұмағазы Хазірет Тәңкеұлы деген Тамаруының Кенжебайдың төлегі Жетіру да? Жетіру да? Жетіру Тама Кенжебайдың төлек деген бөлімінен дейді. Кенжебай Таманың өзі жаңағы не деп Қадырғұл, Мырзалы, Төлек, Назар, Бера, Таз, Жылтый деген 8 атаға бөлінеді. Осылардың ішінде Төлектен тарайтын адам. Осы сол кісінің кісі бір жерден келіп оқудан келген деп айтылады бір әңгімелерде. Жер сұраған екен, елді басқарып отырған адамдар сұраған болар. Сол кезде олар жерді бермепті, кетіп бара жатқанда артынан от жанып бара жатқан, содан кері шақыртып алып жаңа жерді берген деп айтады. Енді қазір Тамасай дейді. Осы Жымпитын Сырым ауданының жерінде ғой, жерленген жер. Иә, жолда ғой. Енді халық айтса қалып айтпайды дейді ғой. Бірақ кейде бір әңгімеден үлкен әңгіме шығып кететіні бар. Сол маңнан, жанынан өтіп бара жатсаң, бет сипамасаң, машинаң төңкеріліп қалады екен, мен оны өз көзіммен көргем дейтін нәрсе. Ол енді адамдардың сеніміне байланысты ғой. Ол жерде қандай да бір жаңағы мақұлықтардың әрекеттері де жоқ емес қой, бар ғой да. Бұлар енді біз деген әулиелерді сыйлайтын халықпыз, мұсылмандар. Әулиелерге сыйынбайтын, тек бір Құдайға ғана сыйынып, әулиелерді сыйлап, оларға құрмет көрсететін, оларға бастарына барып зиярат ететін сондай мұсылмандарымыз. Неге десең, анадай бір хадис бар ғой, білімнің алғашқысы әуәлул ғилми мағрифатул жаббар дейді. Алланы тану, Құдайды тану. Ал ахирул ғилми, ал оның соңы тафуидул әмри илә, Құдайдың әміріне тастау. Біз тек иман келтірген халықпыз. Сондықтан да қазақта жақсы сөз бар, жаратушың тұрғанда жаратылғаннан не сұрайсың дейді. Сосын тағы да бір мақал бар. Бізде дана халқымыз, дана болғандықтан, данышпан болғандықтан айтқан ғой. Құдай қолдамаса, әулие де жәрдем бере алмайды дейді. Сондықтан да тек ілім ізденіп, сол біздің бабаларымыз айтқандай, мұсылман халық егер де қандай да бір адамның әулиелігін, қандай да бір адамның караматтығын, кереметтігін көретін болсақ, оның істеген іс әрекеттеріне қарайық. Ол Құраннан, хадистен болса шын әулие. Әулиелерімізге Алла рахым етсін.